Ақтауда 15 жасар қызды зорлады деген айыппен қамауға алынған күдіктінің үстінен қылмыстық кодекстің 120 және 122, яғни екінші бабы бойынша іс қозғалды. Ол қызды зорлады және 16 жасқа толмаған жасөспіріммен жыныстық қатынас не сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер жасады деп айыпталады. Жасөспірімнің анасы облыстық полиция департаментіне 8 мамыр күні арызданған. Шұғыл іздестіру шаралары жүргізіліп, күдікті қолға түсті. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Ол 17 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал бұған дейін әлеуметтік желілер арқылы расталмаған ақпарат тарап, тұрғындар арасында алаңдаушылық туындаған. Кеше 12 мамырда қаламыздың 5-ші ауданынан 4-ші үйінің қасында бір топ жастар әлеуметтік желіден естіп, білген қылмыс дерегінің мән-жайын анықтау үшін жиналып, өздерінің азаматтық пікірлерін білдіргісі келген. Осы азаматтар Ақтау қалалық полиция басқармасына жеткізіліп, профилактикалық сұхбаттан кейін үйлеріне жіберілген. Сондықтан, құрметті азаматтар, әлеуметтік желіде тараған жалпы ақпараттарға сенбеулеріңізді және қоғамдық тәртіпті бұзуға бағытталған арандатушылық және әрекеттерге бой алдырмауларыңызды сұраймын. Ал ақпаратты әлеуметтік желіге таратқандар іздестіріліп жатыр. Айта кетейін, мұндай әрекет үшін 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Тәртіп сақшылары ұлтаралық араздық туындауға және де жалған ақпарат таратуға, жария түрде шеруге шақыруға заңмен тыйым салынғанын еске салады.